Всем привет! Қазір мен шашыма укладка жасаймыз. Телефонды қойын. Менде берлайтын. Недавно сатып алдым. Мен бұны сатып алдым. Шашым ұзын кезде. Потом я постриглась. Потом на заказ бердім. Потом мне дошло, что я волосы состригла. Енді қазір жана қысқа шашыма укладка жасап көреміз. Мен каналыма тіркелгендеріңізге, видеоларымды соңына дейін көріп лайк басқандарыңызға үлкен рахмет. Енді бүгін новый видео. Бұл видеоны уже давно түсірем деп жүрдім, сөйтіп уақыт болған жоқ, потому что менің қызым бар. Олар әлі кішкентай, сол себепті менде көп уақыт болмайды видео түсіруге. И қазір олар ата-әжесінің үйінде, и менде бос уақыттарым пайда болды. Сол себепті қазір укладка жасаймыз. Примерно осындай, или осындай. Сонда көреміз қалай шығатынын. Вот осы жерде комментарий қалдырып кетемін. Сол комментарийдің арқасында осы видео шығып жатыр. Шашым ұзын кезде жазған сол комментарийді укладка жасап көрсетіңізші деп. Ал қазір шашым қысқа. Так, настайық. Термозащита осындай менде. Недавно только сатып алдым, до этого вообще қолданбаған ғой. Қазір менде петличка бар осындай. Сіздерден сұрайын дегем, сіздерге обычный форматта түсіре берейін ба, или петличкамен түсірейін ба? Звугы қалай жақсы? Петличкамен или обычный звукпен? Потому что мен телефонға түсіремін, менде профессиональный камера жоқ. Ал осы петличканы Каспийден заказ бердім. Не знаю, қалай лучше, қалай сіздерге больше ұнайды, без или с петличкой. Осылай петличкасыз, ал жаңағы петличкамен. И менде распаковка видео бар. Самый первый видео. Самый первый деген, самый нормальный первый распаковкам. Сол видеоның астында көбісі менен сұрайды, нешедесіз, жасыңыз нешедесіз, кішкентай көрінесіз, нешедесіз деп. Студентка, школьница дейді, мен бірақ декреттегі анамын. Сіздерге сол қызық болса, нешеде екенім, қай жақтанмын, қыздарым нешеде, сол сіздерге қызық болса, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. И мен видео түсіремін, сұрақ жауап жайлы. И мен қызғанша айтып берейін. Видеоны соңына дейін көріңіздер, обязательно. Жақтан бастайық. Осындай укладканы бір русский блогершадан көрдім. Ол андай қызық видеолар түсіреді. Сол қыздан көрдім укладканы и прям захотела заказать. Тоже сондай укладка жасауға, шашым ұзын кезде. Сосын алдымда қиып тастадым. Ұзын шашымды сағынып жүрменді. И байқаңыздар, қолдарыңыз күйдіріп алмаңыздар. Бұнда бірінші рет жасаған кезде күйдіріп алғам. Басым күйдіріп алдым, қайтып отырып. Сөйлеп отырып, басым күйдіріп алдым. Еще қолдарым вообще талып кетеді бар ғой. И комментарийді көп видеоның астында жазады. Типа, неге камера қарамайсың, неге типа басқа жаққа қарап отырасың, камера қарасаңшы. Извините меня. Мен телефонның экранына қараймын, өз-өзімді қарау үшін, көру үшін, что я там делаю, чтобы не обжечься. Сол себепті ұмыт кете берем камераға қарауға. Поэтому мне удобнее вот так телефонға қарауға, а не чисто камераға. Мен камераға қарап отырсам, өз-өзімді көрмей қалам ғой. Мне не нравится мынау. Вот мына жерлері. Дұрыс істемей атсам білетін қыздар болса бар ғой. Комментарийға жазып кетіңіздер, қалай
қалай қалай можно әдемірек істеуге? О, әдемі получилось. Арчықты. Ну, что такое ужас? Ну, жаңағы ма? Қайтадан бері алып шығайыншы. Құлағымды күйдіріп алдым, басымды күйдіріп алдым, қолымды күйдіріп алдым. Басымды күйдіріп алдым. Басымды күйдіріп алдым. Ой, блин. Шашты енді бір нәрсе қылдырып бейді. Жинап алу керек. Сосын әні шешу керек. Азамын саламыз. Как вам? Әдемі? Блин, жаль, арчақты көре алмай. Сол жақты болдым, енді он жақты биралау кішкене қиындау болайын деп тұрмаған. Потому что я не знаю, как сделать это правильно. Так. Былайынан істейтін болсам, мен біртүрлі болатын секілді. Прикольно. Неужели я закончила? Так. What the fuck? Ой, ё-моё. Айттым ғой, мен шашым вообще шыдамайды ондай нәрсеге. Не анау енді? Барашек. Я не знаю, енді осылай жүрейін ба, кішкене распутать етсем ба. Әдемірек болатын секілді. Блин, арт жақты посмотрела қазір, да, телефоннан. И меня это не утешает. Это прям ужас, арт жақ деген. Кішкене биралап жүру керек қой. Арт жақ вообще ужас.
осындай. Енді менде укладка. Как видите, менде уже вот іш жақтағы, арт жақтағы самый первый шаштар уже қайтын болады. Не держит вот. И хочу, сейчас думаю, насипем ба, сиппей қоям ба. Просто насипсем шашым жаман болып қалады да. Даже вот. Ай, блин. Ладно. Как вам? И мен видеомда шашын укладка жасап әдемі істейтін қыздар болса сұрайын деген. Менде, как видите, мына жерде вот маленький челка бар. И мен хотела осындай сатып алуға, мына жерде қойып кетем. Мынандай кружочек домалақ, соны мына жерде қойып кетем. Сондай сатып алып, челкаға укладка жасауға, чтобы мен шашым андай типті, өзім айтқандай прям жабысып, зализанный болып тұрады. Просто басым жуам, шампунь, бальзам, и у меня ровные волосы. И хочу андай. Басқа қыздардікі секілді, челкалар бүйтіп көтеріліп тұрады ғой, объемный болып укладка болып тұрады ғой. Сондай хочу, но не знаю, как сделать, и посоветуйте сондай. Мынандай кружочектар алсам, көмектесемін. Көп видеолар көрдім, туториалдар көрдім, фенмен қалай еп тұру керек, басқасын қалай нету керек. Соның бәрін көргенмін, бірақ мен шашыма көмектеспейді ештеңке. Даже мынау көмектеспейді. Я хотела еще кезінде химзавивку сделать, типа, чтобы осындай бюра долго держалась. Кудряшка сю. Барашек болдым ғой. Сіздерге видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, обязательно тіркеліп кетіңіздер. Скоро новый күшті видеолар шығады. Так что каналыма тіркеліп кетіңіздер, ұнаса, видеоларым ұнаса. Так, сіздерге мен осы укладкам, прическам, видеом ұнаса, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер и комментарийға жазып кетіңіздер қалай. И обязательно менің инстаграмыма, тиктогыма тіркелуді ұмытпаңыздар.